Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Гүлнұр. Бүгін осындай күшті дәмді пончиктар жасаймыз. Бізге ол үшін керегі 400 грамм ұн, 150 мл жылы су, 100 мл жылы сүт, 1 столовая ложка дрожь, 2 столовая ложка қант, және жарты чайный ложка тұз, және 2 ас қасық май. Енді қамырымызды елеп бастаймыз. Біз ол үшін жылы сүтіміз бен суымызды ыдысқа құйып алып, үстіне дрожжымызды салып араластырамыз. Жақсылап араластырып, дрожжымызды негізі 5-10 минут кішкене қойып алған дұрыс. Одан кейін барып қантын, тұзын салып, тестамызды илейміз. Ұнымызды да ақырындап қосып отырып, жақсы кәдімгі жұмыр теста илеп аламыз. Қатты теста илеп алғаннан кейін барып, сары майымызды құямыз. Сары майымызды құйып, тестаны бір-бірімен жақсылап араластырамыз. Міне, бізде осындай жақсы теста шықты. Енді оны орап, жылы жерге қоямыз. Мен негізінде духовканың ішін кішкене ысытып жіберіп, қатты ыстық қылмай, біраз жылы қылдырып, соның ішіне салып қоямын, тез көтеріледі. Сіздерге лайфхак болсын. Міне, тестамыз бір көтерілді. Көтерілгеннен кейін бір басып, қайтадан жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Тестамыз екінші рет көтерілген уақытта уже жаямыз тестамызды. Осылай қолмен соза салсаңыздар да болады. Одан кейін кесіп, оның барлығын бірдей бөлшектерге бөлеміз. Бірдей бөлшектерге бөліп алғаннан кейін бетін тегістеп, осылай домалақ шариктар жасаймыз. Шариктарымызды толық жасап болғаннан кейін бетін осылай пищевой пленкамен жауып, қайтадан жылы жерге қойып қоямыз. Ол көтерілгенге дейін біз глазурь дайындаймыз. Глазурьға енді өзіңіздің қалауыңызша шоколадтар алуыңызға болады. Белый шоколад или темный шоколад. Менде темный шоколад және белый шоколад болды. Одан кейін тестамызды шығарып, осылай ортасын тесіп аламыз да, майға екі бетінде қуырып аламыз. Дайын болған пончиктарымызды шоколадқа батырып, одан кейін бетіне жағып, түзулеп. Егерде шоколадтарыңыз сұйық болса, жақпай-ақ ол өзі де бір қалыпты болып бетіне енетін болады. Мен кішкене қоюлау жасадым, сол үшін оны қолмен жайып шықтым. Осылай шоколадтың барлығын жайып біткеннен кейін бетіне кокосовый стружка или кондитерский карандаштармен сәндеп алуыңызға болады. Ал міне біздің пончиктарымыз дайын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді әлі алда жақсы да рецептермен қуантатын боламын. Ас болсын.